diyer yürekке saz aleme, köngüle жауқазындай аңқып тұрған армысыздар, ардақты қазақ елі. Ана жазар жүректі жараланған, ана барда өмір от жана далған, ер туған, батыр туған, ақын туған, ардақты алтын құрсақ аналардан. Анасыз адамзаттың күні қараң жаралған, ана нұрдан шұғыладан, қызғалдақтай қыздар мен аналар мен қолпырған ауыл, қала, ұлы дала. Сіздер, шырқапсалар әнімізде, сіздер, көз сүйсінер сәнімізде. О, аналар, ардақты аяулылар, бақытты өмір бұйырсын бәріңізге. Кел отырып, сыйынарым ана деген тәңірге атты шығармашылық кешімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Баланың алыс кетсе сағынары, бақыт шамы анамен жағылады. Аналарға арналған ақ тілектер күмбірлеген күй болып ағылады.
аталыстық пен сойышке. Жауынгершілік заманда қара шаңырақтың отына жүрген ерінің артын бағып қалды. Дүние отқа оранып, оқ ауада сулаған тұста тылда еңбек етіп, бені қайысып, саусақтары майысып, соғыс даласына азық жіберді. Нәзік саусақтары канал қазды, егін екті, қой бақты, зауыттарда темір балқытты, жауға қарататылатын әрбір оқты даярлады. Қашмады, еңсесі түспеді, қайта қайратқа мінді. Қайсарлана түсті, шарыққа түскен қанжардай жарқырай берді. Қазақтың қызы, желтоқсан жұртының есесін қайтарамын деді. Алаштың ардалдары биліктен шеттелмесін деді. Қазаққа дербестік әкелсін деді. Гүрзі етіктің шомбалдай шоқпардың астына түсті. Жаны жараланды, ары тапталды, таяққа шығып. Қан жосасы шығып итке таланды, абақтыға қамалды. Темір тордан сәулеге сығалап қарады. Бірақ мұқалмады. Қанды көз империяның жендеттерінен қаймықпады. Өздерін құрбандыққа шалды. Көктемді қанатына қондырып құс қайтты. Шуақ тілестіре келген құстар әсемде әуесін айтты. Жүректерге іңкәр сезім сыйлап көктемде келді. Жер ана босанып, тоңы жібіп, жаны кіріп, тіршілік қайта жалғасады. Жер анамен қатар аналар да шаттыққа бөленеді. Өйткені көктемнің алғашқы күндерінде дүние дидары әйел баласының көңіліне ауады. Кірпігіне кірпігін ұялатпауға, жайдары жүзге енуіне, жүрегіне қуаныш сыйлауға ұмтылады. Себебі бұл 8 наурыз. Қазақтың қызы, осы бір аяулы есім жаныңды тербеп, жаранды емдеп, шабыттандырып, қолымды сермеп, сезім гүлдеп, жүректегі отты үрлеп жібереді. Қазақтың мұны, зары, арманы, үміті, ардағы, аманаты, тарихы, тіпті өмірі, бәрі қазақ қызының кірпігінде тұрғандай көрінеді. Ұлт болып ұйысуда, жұрт болып жұмылуда, халық болып қайрат танытуда қазақ қызының, яғни аналардың атқарар рөлі, алар орны тым ерекше. Өйткені тал бесіктегі тербеткен аналар ұлттың ұлын тәрбиелейді. Қазақтың қызы балапан басына, тұрымтай тұсына жеткен тұста от басына сұрауға кірісті. Ел ерге, ер жерге қараған заманда қазақтың қыздары қарекет қамын жасады. Аладорба асынды, темір төсек жастанды. Қытай барды, Түркия асты, сауда жасады. Үйінде ұлардай шулаған бала шағасының қамы үшін, ер азаматының ары үшін жанын аямады. Аптабыстықта, қытымыр аязда, жаңбырлы күнде, қарлы боранды түнде бірді екіге жалғап, қазақтай қарға тамырлы елдің ертеңгі ұландарын тарықтырмауға тырысты, қамықтырмауға барын салды. Сонау сағызша созылған өтпелі заманда үзіліп кетпесек, ол арба сүйреген, аладорба сынған аналарымыздың арқасы. Қазақтың алып атырапты алып жатқан азғантай елдің басына қара бұлт үйілген. Қараңғылық жамыла бастағанда атқа қонады. Қазақтың қызы атқа қонғанда оның жеңіссіз оралмайтын тұсы кем-де-кем. Кешегі домалақ ана Айша бибі, Құртқа, ұлжан зерелердің бүгінгі ұрпағының ақылына көркі, парасатына пайым сай. Өйткені олар қазақтың қыздары. Шуағынан ермес мұз қалмады. Қазақ қызы халамның ең сұлуы, қазақ қызы қазақтың қызғалдағы. Орындалатын ән қазақ қызы.
қаншама кенетермен бесігінде тербеткен бар әлемді еш анамнан болмасын берекенге. Тәліміңді үйреткен нұғыстадым, жаны нұрлы жаралған ырыспағым, еркелеткен сөзінен өзгелердің, ана сенің артық ау ұрысқан. Мақтан тұтып жүресің ұлыңды да, ұлың сырын бөліссін бүгін мына, бос балалық өмірге қадам бастым, көзім сөзер қолам шаш бұрымдыға. Шыр айналған не күйін көрдім, бұрандалы тасындай диірменнің, ана саған келеді көктем сайын теңдесі жоқ әлемнің, сыйым берген. Ақылымды санама сыналадым, жасын ұлмын кенетем жыралабын, асыл ана сенімін маған артқан, амандығын Алладан сұранарым. Арманыңды ақтармын ба, жүрегімді тербесем, айға сіңлі, қарындасың қасиетті жерге сен, мен өзіңді теңге жоқ құдірет деп түсінем. Сенді қуат, мінез артық, жердің тарту күшінен. Алдарыңызда біздің аналарға арналған ана туралы жыр әнін қабыл алыңыздар. Жинадың сен маған
істеген, қылығымды түзеген, қиыстеген. Ең бірінші бақытты ғұмыр кешу ақ жаулықты анаға тиістеген. Келесі кезекте көріністі тамашалаңыздар. Бұл оқиға өнеге тыңдағанға, шабыт берер шарапат жырлағанға, ескі күндердің елесіндей болып тұрмын дейді жұрт бір заманда. Келде заман түндігі қайырылып, жанын жеумен мүжіген уайым үміт, адасып сәуленен бір кейуана қалыпты баласынан айырылып. Мұң кешіп, уайымының жетегінен күн өтті сәбиді іздеп неше күрең, бір заматта көреді өз баласын, әлде бір келіншектің жетегінен. Құдайдың тас төбеден ұрғанын ай, болшақта бұлай болды бұл жағдай. Аман, ардақтым жүзінім, мен қарша күтті бекен бүгінім. Жүрегім болды менің жарларды қасымыздан көргенде құлыным. Енді еркімен қайтарарсыз, онсыз менсіз оның күні мұңды. Таба алмай, шарам бітсе табуға, қиюға даяр ем ғұмырым. Жол болсын, айтқаныңа көңіл дадам. Сөздерім боп кетті ғой сенің жаман, құрсағымнан жаралған өзімдегі. Қателеспе, бұл бала менің балам. Деп екеуі сөзбенен жолын ұсты, бітірместей басталған бүгін істі. Ақыры шешілмейтін дауласқан соң, Қазыбек биге келіп жүгіністі. Жаралған дерсіз мүмкін сорға балай, болды деп отырсыз ау сонда қалай. Орынdeкен өтініш талаптарың, белгісіз боп түреккен бұл бейкүнә, баланы қайсысыңның жаратқаның, ендеше ақ қарасын анықталып, бүлтіксіз құлағын сал қарап бәрін, баласыз көбейеді шер болып сұр, ала алмас қазір бірақ пенделікті талас тартып, шыдас бер сынаққа еленіп көр. Ей шабарман, алып кеп айбалтаны, екеуіне баланы тең көлікте. Беке, таптыңыз ғой теңізебін, болғаны жөн төрелікке тегісемін. Дауласқанша бұлайша бұл пақырлар, теңге бөліп алайық, келсемін. О, Құдай-ау, сынды ма бүгін сал, мұңырады екен ғой ұрынсал. Атаманыз, беке ондайсың, аман жүрсін әйтеуір құлыншақ. Тірі болсын, тілер балапан, жер теңізі, желбіреп құлыншақ. Айтпайын, жеңдірдім, жеңілдірдім. Шын төрелік тапқанға көгілдімін. Жеңгілігі қимаған жан баласын көтерген жан екенсіз өмір жігін. Бауырыңызға басыңыз мауқымды бір. Бұл бала сіздікі сенімдімін. Міне осылай айтсақ істің сарасын, көңіліңе ақыл тоқы баласын. Жазбай тапты ан өзінің баласын, жазбай тапты бал өзінің анасын. Түгеліміз тіршілікте қадірлеп, аналардың білейінші бағасын. Рөлдерде ойнағандарды таныстырып өтсем, Қазбек би, Жанарстан, Аян. Кейуана, Саясат қызы, Салимай. Келіншек, Жұмаханова, Аяулым. Шабарман, Орынқожа, Талғат. Және де сарбаздар рөлде Ахмедов Санжар мен Солтанғазиев, Айсұлтан. Және де бүгінгі кешіміздің басты қонағы Сәби рөлде бүгінгі қонағымыз Жақсылық қызы Нұралы. Және автор Айымбетова Айкөркен. Бұл өлеңімді жүрек жарды шығарған ағалардай. Бар өмірі,
байланысқан бала менен. Ана деген бір бөлек ғажап әлем. Кім бар сенің жаныңнан артық десе, ойланбастан ол менің анам дерем. Бар әлем құлпырады ана менен, өмірі тоғыстырған дала менен. Аяла бойындағы пәк сезіммен, аяла алақанды ана деген. Ұрпаққа бар нәрді берген сіздер, қиындыққа мойымай жүрген сіздер. Шежіреде аттарыңыз жоқ болса да, шежірені таратқан сіздер. Ұрпақ үшін сан мәрте тас түйінген анамды бауырына бас иірмен. Асқардан ассадағы мейманыңыз, аналардың алдында бас иіңдер. Махаббатқа толы сиясы кетпеген жүрегімді сізге арнаймын. Жанарымнан жалын көрем, жалт қарасам, өнегеңмен болашаққа нық жол ашам. Адам болып несіне өмір сүрем, сенің берген ақ сүтіңді ақтамасам. Кешірген қателіктен кесірімді, ана менен таң сарай кешім нұрлы. Жадымда жаңғыратын мәңгі бақи, аспанға жазам сенің есіміңді. Ана, сенің есімің мәңгі ұраным, өзіңде тұтанады мәңгі жалын. Ақ сүт беріп, мәртебеп жүргеніңе, өлең етіп алғысымда жаудырамын. Сен әндеткен бесік жыры мәңгілік, жүрегімде сақтаулы тұр жаңғырып. Сені қосам, өлеңіне, әніне жырлап келем, есіміңді ән қылып. Анашым, ақ көңіліммен, пәк жүрегімнен туындаған жауқазын жырымды өзіңе арнадым. Жаныңның тыныштығын түнгі ұрлатып, ойнап күліп жүргенің қандай бақыт. Өмірімнің мәнісің ардақтана, тең келмейді бағана алтын жақұт. Жанарыңнан қалам мезет сұрығына, дәнекерсің туындаған сен жырыма. Толқыған жүрегімнен толған өлең сақтап қоям мәңгіге тұнығыма. Ана деп шырқап салсам аяулы әнін, сағат сайын, сәт сайын ояу жаным. Самайыңның ағына қарыздармын, құрбан болсын алдыңда барым нарым. Өткенде талай күндер, талай заман, мен үшін әр кез қымбат сенің бағаң. Сыйлар ем бар асылды, ал әзірге арнаймын көңілімнің жанымдаған. Ізбен еткен ақ жүректі жарысқан бұл ғажап өлеңді анашым бір өзіңді. Бізге ғажап бұл өмірді сыйлы. Не болса да жамандыққа қимады, адамдыққа бауитұғын біздерді. Аналардың құтты болсын мейрамы. Баласына арнайтын жан бар күшін, аттыратын уайымы мен таңдышын. Әр қашанда ақ жүректі аналар таусылмайтын сіздерге мың алғысым. Аналарым, асылдарым киелім, мен сендерге алғысымды иемін. Дүниені сыйлағасын мәңгілік асыл ана, мен өзімді сүйемін. Жылатпадым қар боранда дауылда, бір өзімсің бақытымда барымда. Анам мені күлсін десең риясыз, ешқашанда ауырма. Көңіл толқытқан бұл өлеңімді анашым бір өзіне арнаймын. Ана, ербет перзент үшін жанындашын, елжіреген ақ жүрегің дамылдасын. Сен жоқта көңілімде таулар құлап, жайланар жанымнан сен табылғасын. Аяулана өзіңсің жаны нұрлы, мың сұлудан артық көрем әжіміңді. Түн ұйқымды төрт бөліп ақ сүт берген өмір бақи өтей алман қарызымды. Өзің арқау мұқалмас қаламыма, шабыт қарасам жанарыңа. Мехнат тәрттің көргенде бейнетің мың, қарызбын самайыңның әрағына. Аяулана көтерген өмір жүгін, баспайды өзің барда көңілді мың. Әлпештеп ардақтаған ол қыздарың арнайды өздеріңе көңіл жырын. Аналар асылдардың сынығысың, мөп-мөлдір махаббаттың тұнығысың. Күндей шуақ шашатын шартарапқа адамдықтың ең биік тұғырысың.
дүние тамылжып тамсанады. Біздің қыздар билесе, тербетіле. Келесі тамашалайтын би ақ кербес. Сонда пайғамбар, анаң бар ма? Бар болса анаңа, және анаңа, тағы да анаңа қызмет қыл депті. Бұл хадис шариф әкеден ананың хақы 3 есе артық екендігін көрсетеді. Әйел ана, әйел өмір, әйел тіршілік өзегі. Өмір бесігінде іңға тербетіп, адамзат баласына ұрпақ сыйлар ұлы құдірет иесінің есімі әр қашанда қастерлі. Сөзі өсиет, тұғыры, биет. Алаштың олжанды азаматтары ұлттың да, ұрпақтың да бесігін түзейтін, тілімізді де, дінімізді де ана сүтімен санаға сіңіретін, ұрпақты тәрбиелейтін аналарымыз. Бәрі де адамның өз қолында, ал адам әйелдің алақанында деген сөз әлемді билейтін де, тербейтін де ана екендігін білдіреді. Халық бейбіт тіршілікте ананы асқартаудай сүйінішім десе, халық басына күн туғанда, алапат шайқастарда батырдың бірінші серігі деп білген. Сол заманда аналар өзінің тәрбиесімен, тәлімімен, әділеттілігімен, сезімталдылығымен, махаббатымен аңыздарға айналған. 9 күн толғатып жүрді. Сен анаңды азапқа салдың ба? Әрине, сен оны өмір мен өлімшегіне апарып қойдың. Сенің анаға деген рақымың, оның осы тұста шеккен азабының бір минутына тұра ма? Жоқ. Олай болса, сен анаға мәңгі бақи қарыздарсың. Ана сені түн ұйқысын 4 бөліп, бесігіңді тербетті. Қас тұрғызып, қасына ертті.
кеңейт етін бар әлемнің тынысын, гүлдей қыздар жаралғандай гүлішін. Аруларға арналған бір ән болсын, қандыратын құлақ тәрдім құрышын. Келесен Санжардың орындауында қыз бала гүл. Қабыл алыңыздар. Балдәурен өтіп басынан, жамылған жаулық жасынан, базарын үйге тойлаған баланың кетпей қасынан, жапанем мынау жалғанда жаманнан жаны шошыған, жақсыны көрсе қуанып көңілі судай тасыған, анаңнан асыл бар мекен. Бұсамай елінікі бірден, Құдайға қолша жүгінген, берекесі бүгіннен ертеңге ессіз үмілген, тағдырдан көріп тауқымен табаны тасқа тілінген, жүдеген жүзі жан көрсе жүрегін ала жүгірген, анаңнан асыл бар мекен. Тыныштық тілеп тағдырдан, өзегін өртке шалдырған, жабырқау мұңды жанарын жолына қарап талдырған. Шыбында жаны шырқырап шығатын ылғи алдыңнан, сағынған сайын әр сөзі жадыңда мәңгі жаңғырған, анаңнан асыл бар мекен. Көңілі таза бұлақтан, көкірегі жарық шырақтан, айналып жүрегі толғанып, келсең де жақын жырақтан, әлемді кесіп жүрсең де, әжей кетпес құлақтан, Анаңнан асыл бар мекен. Ақ жаулықты, ақ белді аналарымызға абзал ана әнін қабыл алыңыздар.
tuğum anani ben sana. Kız болмаса жақсы жыр жазыла ма, болмаса олар әдемі ән шыға ма. Данир мен Нұрсаттың орындауында Сәукеле әнін қабыл алыңыздар. Erkektin жанында жүретін бірге берік емес Қарсалады құшағын еңбекпен сеңдерлеп Бір қолымен бесік, бір қолымен әлем тербеп Кімдер екен, сендерді тең екен Қазақ қыздарын бірге теңеу қате екен Үндер екен, біздерді үңілдірген Ең әдемі әнімнің шайқағандығы үн екен Жарасады өзіңе, басыңдағы сәкеле, қанша ақын қосқан әніңе, қараулайым қарала бұлайы, қараулайым қарала бұлайы, қараулайым қарала бұлайы. Елеге дается лим, никакая мода не украсится в келе. Накрытый дастархан приготовит блюдо мужу, пауза, каза, карта и без бармах на ужин. Накормит и оденет, на работу провожает. Не танцует вверх, танцует, обожает. Она знает, что такое воспитание мамы. Не надо поклониться, где надо, до свидания. Народ помнит, и я об этом не забуду. История любви от Жебеки Баянслу. Пробей девушек, казашек не найди. Бери пример от Машуки и Алии. Больше наши девушки просто огонь. Сжигают красоту и дарят только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка. Жарасады өзіңе, басыңдағы сәкеле, қанша ақын қосқан әніңе, қараулайым қарала бұлайы, қараулайым қарала бұлайы, қараулайым қарала бұлайы. Ақылына көркі сай қыздар ма, қызығып талай адам тамсынады. Келесі тыңдайтын әндеріңіз Үкілі Кәмшат. Бүрмелі көйлек
айтар даналар. Даналардың өз анадан жара бар. Жүрегінің бір бөлшегі бала үшін сізден жақын адам бар ма, аналар? Анашым менің саялы қамқор шынағым, бауырға мені сен азап көріп шыдадың. Тілерім болса алдағы жерге анашым, үмітіңді ақтап, арналсын саған жыр әнім. Ардақтана, аяулана қымбаттым, тәттихіңді бөліп талай тілғаттың, өміріме нәрін берген ақ сүттің, кең құшағың аясындай гүл бақтың. Анашым жыр арнады қалқан бүгін, көп келер, сен дегенде бір таңды күн. Болса егер уысымда бір өзіңе сыйлар ем дүниенің дархандығын. Жанды бауырар сазды үні сәлемдері, аяулы қазақ қызы әйелдері, аялап жананасын сүйген жарын ардақтайды жігіттер әр елдегі.
бүгінгі жыр кеші сіздерге арналған. Өздеріңізді білесіздер, міне тап-таза періште жүректен, ақ тілекпен айтқан әнді жырды қабыл алды деп ойлаймын. Жүректен шыққан сөз әр уақытта жүрекке жететін ақиқат. Осы ана туралы тақырыпты толғап, қалам сермеген жазушы кемде-кем. Сондықтан ана туралы жырда, ана туралы айтылған сөзде терең теңіз. Әрине, терең теңізді 1-45 минуттың ішінде меңгеріп айтып шығу мүмкін емес, бірақ жағасына барды ғой деп ойлаймын. Балалар жақсы жеткізді ойларын, көрермен өз бағасын берер. Мен ең бірінші осы тілек айтуға сөзді Роза Ербосынқызына бердім деп отырмын. Өзім толқып тұрмын, жинағым кеп тұрса да күліп қоямын. Осындай керемет, пәк, қазақ, шынайы көңілдерді бәрінен биік қоямын. Қыздар, әріптестер, бүгінгі аналар күніне арналған Қалима апайдың класының шығармашылық кешін көріп отырмыз. Сіздерге мерекелеріңіз құтты болсын дегім келеді. Әр үйде әйел береке дейді ғой, сондықтан осы әр үйде берекелеріңіз қашпай, керемет, дендеріңіз сау болып, амандықта, берекеде, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дегім келеді. Міне, өзім шынымды айтсам, Қалима апай осы шығармашылық кеш ылғи 8-ші мартта алатын. Сол кезде Қалима апайдың кеше қыздарымызға айтып жатырмыз, Қалима апайдың кешін анау камера зарядкасы отырып қалды, жар жолда бүйтіп қалды демей, толық түсіріңіздер. Кез келген жерге үлгі қылып апара аласыздар деп мен алдын ала айтып жатырмын. Сондықтан міне класы басында келгенде 8-ші сыныпта Қалима апай бізге келіп, көңіл күйі болмай, маған әйтеуір бір балаларды бере салыпсыздар ғой деген болатын. Сосын Қалима апай ештеңесі жоқ. Сабақ сол кезде мен Қалима апай үндемеңіз. Қалима апай екеуміз аман болыңыздар. Пісіріп аласыздар әбден. Отқа салып, қазанға қайнатып, қуырып, әбден мына мектептен ас болып шығады балаларымыз деген болатынмын. Міне сол балалар айтқандай ас болып, міне жаңағы керемет өзім келген кезде апайдың өзі бір неге дайындалған байқаймын ғой. Мына коллектив жиналған ұжымның бір вечеріне келгенде де апай өзін ұмытпайтын. Ең ішіміздегі әдемі болып, прическасын жасап, керемет көп келетін. Сондықтан мен айтам, апайдың класы да ертең жарқ ете қалады сахнада. Міне шынымен де жарқ ете қалды. Өзі апай өтірік айтып отыр екен, негізі әдемі қыздың бәрін жинап алыпты. Әдемі жігіттің бәрін жинап алыпты. Әйтеу бір жаңағы өкпемді жылдың басында 8-де алған кезде айтып қалайын деп айтқан шығар. Әйтпесе, жігіттері қыздары бір-біріне өтіп тұр. Мен өзім риза болғаным сонша, мына телефон қолымнан түскен жоқ. Барлығын түсіріп алып, жеке-жеке отырдым. Шыны керек, сондықтан балалар міне ол сахнаға шығып, кей кезде өзіміз сөйлей алмай қаламыз, тіліміз күрмеліп. Сондықтан сахнада өздерімді керемет ұстап, қарап отырдым. Қыздар міне бәрі жарқ етіп шыққан кезде мен өзім риза болып отырдым. Қандай керемет қылып әнін айтты жігіттеріңіз. Міне сондықтан үлкен рахмет айтқым келеді. Қалима апай керек болса, келесі жылғы ұбт тапсыратын болса, 19-шы кластан бастап айқайлап атады. Сіздер кей кезде мына Қалима апай құлағымыздың құрышын қандырды деп айтпаңыздар. Ертеңгі болатын нәрсеге бұл кісі 2 жыл бұрын дайындалады. Содан кейін сіздер бастарыңыз ауырмай, Қалима апай аман болсын деп отырасыздар ертең 11-ші сыныпта Алла қаласа. Сондықтан Қалима апай, Нағима апай, міне
Халима апайларыңызды мақтай беріңіздер. Біз бір тасыда. Бірақ Нағима апай өте керемет жан. Міне осы түстен кейін Халима апай жоқ қой, осы жерде Нағима апай шыны керек. Барлық балаларға, қыздарға тәрбиесін беріп, балаларды жөнге салып, ұрсатын жерде ұрысып, кей кезде Халима апайға бір-бірімен ұрысып жатады. Сол кезде біз күлеміз де қоямыз, қазір қайшы жеген екен, бәрібір Халима апай жеңіп кетеді-ау деп. Сондықтан Халима апай енді мектебіміздегі ең үздік педагог, шебер педагог, Қазақстанға белгілі жанның бірі. Сондықтан біз Халима апайға сөз жоқ, Халима апай жеңіп кетеді. Сондықтан Нағима апай да қазір міне 17 тәрбиешінің ең бір тәжірибелі, сол тәрбиешілерге ақыл қосатын, үлгі көрсететін ең бір тәжірибелі тәрбиеші. Сондықтан Нағима апай өзі аз сөйлейді, математик қой өзі мамандығы. Сондықтан аз сөйлейді, бірақ көп істейді. Мына жаратылыстану, қазақ тілі, тарихшыларды айтып отқан кезде мен айтамын, біз аз сөйлейміз, бірақ көп істеп қоямыз деп кей кезде қазақ тілі мамандарын, тарихшыларды жамандап жатамыз. Сондықтан Нағима апай өзі көп істейді, аз сөйлейді. Нағима апайға үлкен рахмет. Міне балалар, үлкен рахмет. Ертең Алла қаласа, мына біздің мектептің кіреберісінде керемет күректеріміз тұр. Сол қатарға өздерінде қосылып, елдің, халықтың керемет азаматы болып шығатындарына сенем. Себебі Халима апай, Нағима апай барда 4 жыл жүріп, әбден пісіп, ең керемет балалар сіздер боласыздар деп ойлаймын. Өйткені Нағима апай екеуім, Халима апай мен Нағима апаймен мен де осы мектепте бір класты бітіріп мұғалім болып келіп, сол кезде Халима апайдың өте еңбекқорлығын білемін. Сіздер будильникте барып қойған жоқсыздар ма? Әйтеуір Халима апайға қойып та қойған шығарсыздар. Сондықтан Халима апайдың, Нағима апайдың еңбегі өте зор, еңбектеріңіз жана берсін. Міне 8 мартта бір үлгі көрсететін қыздарға айтып жатырмын, ең жақсы шығармашылық кеш любой жерде ұялмай салып жібересіздер деп. Сондықтан сол сөзіме міне дәлел болды. Керемет. Өмірлерің ұзақ болсын, дендерің сау болсын. Мамаларының, папаларының мақтанышы болыңыздар. Мектептің мақтанышы болып, ел таныған түлектерге айналыңыздар. Қабырғалары болады. Роза апайдың осы уақытқа дейін оң қолы, сол қолы болады. Жанар апай, Іңкәр апай, Айсұлу апай, сіздер бір ауыз. Құрметті ұстаздар, аналар, қыздарымыз бүгін келіп жеткен 8-ші наурыз мейрамы құтты болсын. Аналар мейрамы ғой, әлемді бір қолмен тербетсе, әлемді бір қолмен бесік тербеткен аналарымыз мейрамдарыңыз құтты болсын. Бүгін балаларыңызды көріп өздеріңіз қуанып отырған шығарсыз. Біздер де қуанып отырмыз, балаларымыздың бір керемет осындай жетістікке жеткені біз үшін қуаныш, сіздер үшін де бір үлкен қуаныш деп ойлаймын. Сондықтан да балаларыңыз бір биіктерден көрінсін. Бұл жерде Халима апай мен Нағима апайдың еңбегін айтпай кетуге болмайды. Өйткені Халима апайды қарап отырсақ, жаңа қағазы қолына түскен жоқ, режиссер деп отырмыз, барлығын басынан аяғына дейін қадағалап, балаларымыздың іс қимылының бәрін қадағалап отырған Халима апай, Нағима апай жаңа есік жақта жүріп, Нағима апайымыз қадағалап жүр. Мына осы екі кісінің еңбегі, содан кейін мына ата-аналарымыздың үштік одақтың арқасында міне үлкен бір шығармашылық кеш өткізіп отырсыздар. Сіздерге үлкен алғысымызды айтамыз. Осындай шығармашылық кештеріңіз көп болсын, балаларымыз биіктерден көріне берсін. Рахмет сіздерге. Сәлеметсіздер, құрметті ұстаздар, ата-аналар және 10 сыныбының оқушылары. Халима апай мен Нағима апайның ұйымдастыруымен керемет бір үлкен шара болды. Ана деген
сценарий ана деген тақырыпта өте қамтыған, әр баланың сахнаға шыққан кезінде әрбір өнеріне, айтқан тақпағына, билеген биіне, қойылған қойылымға бәріміз алғысымыз шексіз, өте риза болып отырдық. Ана жаңа Жанар апай айтпақшы, бір қолмен әлем тербетсе, бір қолмен есік тербеткен, біздің теңдесі жоқ байлығымыз, анасы бар адамдар еш уақытта қартаймайды дейді. Міне біз өзіміз бір баламызға ана болсақ, немерелерімізге әжеміз, әр уақытта Қалима апай, Нағима апай еңбектеріңіз жана берсін. Сіздерден үйренеріміз көп, жас ұстаздардың да үйренері көп. Әрбір ұлттық киімдегі шыққан әрбір қызымыздың айтқан сөзіне, билеген биіне керемет, бәріміз айтып жеткізе алмай жатырмыз. Әрбір шәкірт бір жұлдыз дейді, құрметті ата-аналар, жарқырауына жәрдем ет дейді. Міне бүгін Нағима апай мен Қалима апай жарқырауына жәрдем етіп, керемет шығармашылық кешті қойды. Мерекелеріңіз құтты болсын. Құрметті ата-аналар, ұстаздар, сұлу қыздарымыз, мына келіп жеткен мерекелеріміз құтты болсын. Шын мәнінде бүгін өте керемет кеш болды. Мына жерде отырған мына біздің балалардың ата-аналарының жүректері тербеніп отыр деп ойлаймын. Өзімізде анамыз ғой, бірақ анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дейді. Анамызды есімізге алып, осы жерде жүрегіміз бір тербеніп отырды. Осы балаларымыз тек биікте самғай берсін. Шынымен де жаңа үшті қодақты көріп отырмыз, мұғалім, ата-ана, оқушы. Сіздердің қолдауларыңызбен мына Қалима апай мен Нағима апай оқушылар өте керемет шығармашылық кеш берді. Биікке самғай беріңдер балалар, сендерге тек қана шығармашылық табыс тілейміз. Жолдарың әрқашан ашық болсын, Алла тіл көзден сақтасын. Сіздермен біз мақтанамыз, мектебіміздің мақтаныш түлектері бола беріңіздер. Басымыз дейміз. Енді бізге екі ата-ана жаңадан келген, үш ата-ана деуге болады. Онлайннан бері өзі ата-анамен де бетпе-бет кездесе алмадық. Енді ортаға Ұлжан ата-ананы шақырам, Маржан ата-ананы шақырам, Риза ата-ананы шақырам. Бұл кісілер басқа жақтан келді. Біреуі 9-да кет, екеуі 10-да кет. Сондықтан сіздер ортаға шығып, мына өздеріңізді көрсетіп, сіздер айтады ғой, сырттан келген кісі аз отырып көпсін айт деп. Сондықтан сіздердің пікірлеріңізді білейік. Сіздерге ұстаздар, Қалима апай, өте жоғары деңгейде өтті. Ата-аналар танысқаныма қуаныштымын. Ешқандай мін таппадым, өзімде ұстазбын ғой. Басынан бастап барлық оқушыға жеке-жеке қарап отырмын. Өте керемет, жоғары деңгейде. Барлығы қамтылған. Бізде кейбір кездер кейбір оқушылар қалып жатады ғой. Барлық оқушы өз өнерлерін көрсетті. Бір өнер мектебі сияқты ма болып кетті. Күшті екен. Осы мектепке келгеніме қатты қуанам. Аллаға шүкір, сіздей адамды жетістіріп, біздің баламыздың болашағы сіздің қолыңызда. Біз көмектесіп отырмыз. Рахмет, мына келіп отырмыз мына жерде. Қуанып отырмыз, балаларымызға рахмет. Қалима апай, сізге көп рахмет. Сіздің даусыңызды естіп, әр сағат сайын өте қуанамыз. Нағима апай, сізге даусыңызды естіп қуанып, балаларды сіздер тәрбиелеп, бұяқта сізде ата-аналарсыз. Қалима апай, сіздерге де рахмет. Мына 8-ші марттарыңыз құтты болсын. Мына қойған кештеріңіз өте ұнады. Қатты қуанып отырмыз. Балалар жемістеріңізді көре беріңіздер, жолдарыңыз ашық болсын. Ұбт-да жақсы бола берсін. Жүзге келіңіздер. Сіздерге балаларыңыз қуандып, елдеріңізге жақтай берсін. Құрметті ата-аналар, өткен ұстаздар, мына бүгін мерекелеріңіз құтты болсын. Әрдайым еңбектеріңіз жансын. Ұстаз болу оңай емес ол. Үйде өзіміздің бір-екі баламызбен қиналып жатамыз. Мұнда әртүрлі тәрбиеден, әртүрлі семьядан келген балаларды біріктіріп, басын қосып, бәрін ұйымшылықпен ұстап отыру
өте қиын нәрсе. Енді сіздердің еңбектеріңіз әрдайым ақталады, өзіміз түсінеміз. Ұстаз болу оңай емес. Ұстаздың әрбір сөзі, әрбір жүрісі, әрбір киім-киісіне дейін ол сын көзбен қарайды адамдар. Сондықтан еңбектеріңіз әрдайым жанып, тек қана осы балалардың жақсылығын көріп қуана беріңіздер. Бүгінгі біздің сыныптың Нағим апай мен Қарим апайларға ерекше рахмет. Күнде балаларымыздың жағдайын біліп, білім беріп, бәрін бізге хабарлап айтып отырады. Осы жерге бергенімізге қызымызды әрине қуанамыз. Алғашында қызым үйрене алмай жүргенде ойлап едім, алып кетсем екен деп, бір шетінен осындай жерде шынығады ғой, бала ашылады. Қазақ тілінің өз ана тілі болған соң кішкене тереңдетіліп білінеді. Енді мен алғашқы екі балам орысша оқыды, бірақ қазақ тілін біледі. Дегенмен осы жерден тереңдетіліп біліп шықсын деп бердім. Енді қазір қызым үйренді, қуаныштымын. Не айтам, действительно мына сынып үлгі болатындай сынып, қыздарының бәрі әдемі, бәрі тіл табысып, бәрі жақсы нетіп жатыр. Бір семьяның баласындай. Енді бәріңізге рахмет, еңбектеріңіз биіктен көрінсін. Ата-аналар, сіздерге де мейрамдарыңыз құтты болсын. Менің мынау бірнеше шәкірттерім келіп отыр, 15 жылдан бері. Соның ішінде мен Бекетанова ортаға кел, бір ауыз менің осы мектепке, маған мені мақтама. Мектептің қандай екенін айт. Түлектердің ішінде ешкімді білмесек те жалғыз фамилия білеміз, Бекетанова. Саламатсыздар ма, құрметті қонақтар, ұстаздар, адамыз біріншіден құтты болсын. Өзіміз осы қара шаңырақтан 15 жыл бұрын түлеп ұштық. Қарим апай мен Нағим апайдың қолында тәрбиелендік. Кішкентай болып келдік 8-ші сыныптан. Ол кезде басқа жаңағы зданиеде болатын еді. Талай қызықтар басымыздан өтті. Қарим апай қаққанда қандарыңды, соққанда шөлдеріңді шығарам деп бір шұлықпен айғап жүретін бізді. Соның арқасында мектепті жақсы бітіріп, сыныбымызда барлығымыз грантқа түстік. 6 алтын белгі, қателеспесем 6 алтын белгімен бітірдік. Қарим апай мен Нағим апайдың арқасында. Нағим апайымыз жаны ашып бізге 5 уақыт тамақ ішсек те пирожкиін пісіріп қарындарын ашып қалмасын деп әкеліп жүретін. Сондықтан да бұл мектеп негізі үлкен тұлғаларды тәрбиелейді. Бұл жерден түлеп шыққан адам міндетті түрде бір жерді жарып шығады, жаман болмайды. Сондықтан да ұстаздар, Қарим апай, Нағим апай, сіздердің мына қызығы мен шыжығы мол ұстаздық өмір жолдарыңызға тек қана өсу тілеймін, даму тілеймін. Тек қана сіздердің болашағы жарқын, оқушыларыңыз көп болсын, сіздер мақтан тұтатын және де еңбектеріңіз ақталсын деп тілеймін. Бұл мектеп өте қасиетті, киелі орын. Бұрында жаңағы осы мектепті жабамыз деген жаңағы сыбыс естіліп, сол кезде біз мектепке шыққанымыз да бар. Бұл мектепті көшіру, ана тілін өшіру деген ұранмен осы мектептің жылдан жылға дамып, өсіп, жетістіктері жоғарылап жатқанына біз қуаныштымыз, сырттай бақылаймыз. Бүгінгі мына сыныбымыз Қарим апай өте керемет өнер көрсетті. Сырттан қарап тамсанып отырмыз, қыздары қандай бұрымды, қылықты, біз неге бұндай болмағанбыз деп бірімізді сұрақ қоямыз. Біз талай нәрселерді білдірдік те, бірақ та соның бәріне көз жұма қарап, кешіріммен қарап, бізді ұямыздан ұшырды. Сондықтан да сіздерге басымды иіп алғыс айтамын. Біз кішкене мына аналардың құрметіне кішкене тыныш отыра тұрсаңыздар, мен басшыларды фотоға түсіруге шақырамын. Орындықтарыңызбен апайдың орындығын мен апарып берейін, аяғы ауырды.